Усул фихта, ислам фикхның методологиясында аварид самауия деген ұғым бар. Аспан кедергілері. Бұл адамның іс-әрекет қабілеттілігін шектейтін жағдайлар. Өлім, ол кезде біз айтамыз инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ол жерде адамның ықтияры жоқ, еркі жоқ. Вот еркіміз жоқ нәрсеге біз барлық жағдайда Алланың қалауымен болды деп айтамыз. Еркіміз бар ма? Еркіміз бар ма? Ол кезде сахабалар қалай айтқан? Егер әрекет дұрыс болса Алладан дейді. Қате болса, ол менен және шайтаннан. Ма асабака мин хасанатин фа мин Аллах, ва ма асабака мин саййатин фа мин нафсик. Жамандық десе өзіңнен көр дейді Құдай. Себебі сенің еркің бар. Бізде кейде анау сөздің парқын көп адам дұрыс түсінбейді, содан кейін өзінің қателігін жасаған, өзінің тіпті қылмысын, өзінің неудачасын дейміз ғой. Вот сондайды Құдайдың қалауымен ақтағысы келеді. Қылмыс жасайды. Мысалы, мен талай түрмелерде көріп жүрмін. Қылмыс жасайды. Өкіндің бе десең, паули Аллаха болды дейді бұл. Әрине, бұл жерде таза сол Құранда айтылған, енді пайғамбарымыз заманында өмір сүрген мүшриктердің сөзі қайталанады. Яғни бұл біздің қатеміміз емес, тіпті біз күнә жасап жатсақ та, бұл Құдайдың қалауы деп жауапкершілікті өзінен Құдайға перекладывать етсін. Бұл діни тұрғыдан дұрыс емес. Бұл бұрынғы сол Жабария деген сектаның әдістері. Бұлар енді Алланың сүннетіне қайшы болғаннан кейін Хазірет Омар ондай кісілерді жазалаған, насихат айтқан. Ондай кісілер мысалы мешіттің жанында отырған ғой. Құдайдың Раззақ деген есімі бар. Құдай ризықты беруші. Сондықтан біз отыра береміз деген біздің нәсіп, тәуекел. Ол Алланың сүннетіне қайшы болғаннан кейін Хазірет Омар ол кісілерге ұрысқан және жазалаған. Неге? Себебі олар Алланың сүннетін бұзып отыр.